Электрокардиограмма деген әдіс бұл жүректің өткізгіштік қызметін бағалау мақсатында немесе жүректе бір қандай да бір патологиялық аурулар бар кезде анықтауда түсірілетін аппарат болып саналады. Біз оларды қоюдың дұрыс алгоритмін білуіміз керек, сонда ғана біз дұрыс нәтиже ала аламыз. ЭКГ-ны түсірген кезде біз науқаспен бірінші амандасамыз, сыртқы киімін бел аймағына дейін шешуін және де аяқтың төменгі 1/3 бөлігін ашу керектігін ескертеміз. Келесі науқас арқасымен кушеткаға жатады. Және арнайы флаконда гель болады. Электродтардың қойылатын жерлеріне біз гельді жағып шығамыз, яғни ток жүру мақсатында. Электродтарды дұрыс қоюымыз керек. Біз қызыл түсті электродты оң қолға, сары түстіні сол қолға, жасыл сол аяққа, ал оң аяққа біз қара түсті электродты қоямыз. Қара түстен ешқандай ток жүрмейді. Бұл ток ұрып кетпеу мақсатында қолданылатын электрод саналады. Және бұл бізде айттық электродтарды күйделік және де аяқ қолға қойылатын электродтар деп. Жаңағы біз аяқ қолға қойдық 4 электродты, ал мына жерде В1-ден В6-ға дейін қойылатын электродтар. Енді олардың әрқайсысының өзінің қойылатын орны болады. В1 бізде оң жақтан 4-ші қабырға аралыққа төстің оң жағынан қойылады. В2 В1 мен параллель бағытта төстің сол жағына 4-ші қабырға аралыққа қойылады. Сосын біз В4-ті қойып аламыз. Бұған орта сызығы бойымен 5-ші қабырға аралыққа емізікшенің астыңғы жағынан орналасады. Ал В3 қиғаштық жүргізген бойынша В2 мен В4-тің ортасына қойылады. В5 пен В6 В4-тің деңгейінде көлденең сызық жүргізген бойынша В5 бізде қолдық алдыңғы сызық бойымен, В6 қолдық орта сызық бойымен қойылады. Және де жаңағы қойылған бойынша бізде эвос деген нәрсе бар. Жүректің ығысуын анықтау мақсатында. Эйтховен үш бұрышы бойынша, яғни райт қызыл түс. Жаңа айттық қой, оң қолға қойған сол, бізде райт оң жақтан қарайды жүректі, лефт деген жүректі сол жақтан қарайды, ал вот жасыл түстісі, ол жүректі астыңғы жағынан қарайды. Оның өзінің маңыздылығы бар. Мына жерде айтқандай, Эйнховен үш бұрышы бар. Яғни оң жақтан, сол жақтан және де астыңғы жақтан. Яғни жүректің оң жағында өзгеріс болып жатыр, сол жағында немесе жүректің астыңғы қабырға аралығында өзгеріс болып жатыр. Мысалы, ишемия болып жатқанда, некроз болып жатқанда, инфаркт болып жатса, жүректің қай жерінде орналасқандығын анықтау мақсатында біз үшін өте маңызды болып саналады. Яғни бізде ЭКГ қағазында 12 қатар, 12 жолақ пайда болады. Сол әр қатардың әрқайсысына біз дұрыстап мән беріп қарау арқылы аурудың қай жерден өзгеріс беріп жатқандығын анықтай аламыз. Мына жерде күйделік бөліктер. Мысалы, В1 мен В2 біз жүректі оң жақтан қарайды деп айттық, иә? Ал жүректі сол жақтан В5 пен В6 қарайды. Яғни оң жақ қарыншада бір қандай да өзгерістер болуы мүмкін, гипертрофия болуы мүмкін. Сол кезде В1 мен В2-де R түшесінің үлкен болып кеткендігін біз байқай аламыз. Ал В5-ден В6-ға қарайтын болсақ, егер сол жақ қарыншаның ұлғаюы, гипертрофиясы байқалса, В5-ден В6-дағы R түшесі өте қатты жоғары болып кетеді. Сол сияқты әрқайсының дұрыстап мән беріп қарап шығатын боламыз. Енді ЭКГ-да осындай көрініс болады, иә? Бұл бізде нормада. Егер біз норманы дұрыс білмейтін болса, біз ЭКГ-дағы патологиялық ауруларды дұрыстап анықтай алмаймыз. Яғни бізде комплекс болады, QRS комплексі, P-түшес деген нәрсе болады. P-түшес бізде жүрекшенің қызметін бағалайды. Және де PQ сегменті әрқайсының аралықтарының уақыттары болады. Мынау QRS комплексі қарыншаға жауап береді. ST сегменті жүректің демалуына жауап береді. ST сегмент және T түшесі. Егер бір осындайда жүрек P түшесі ұлғайып кетуі, R түшесінің ұлғайып кетуі, немесе ST сегментінің ұлғайып кетуі, T түшесінің депрессиясы, ST сегментінің депрессиясы деген сияқты, Т түшесінің инверсиясы деген сияқты ақаулар болатын болса, оны қандай да бір ауруларды білдіреді. Үшін осы нормалық суретті дұрыс есінде сақтауымыз керек. Мынау әрқайсысының уақыты. Мысалға, Т түшесінің уақыты бізде 0,10 секундты құрайды, 0,1 секунд былайша айтқанда. Ал PQ бізде 0,2 секундты құрауы мүмкін. Мысалға, гипертрофия болатын болса, яғни оң жақ немесе сол жақ жүрекшенің гипертрофиясы болғанда П түшеде. Яғни П түшесі жүрекшеге жауап береді деп айттық. Осының гипертрофиясы болса, мынау ұлғайып кетеді. Мына жер, мысалы, мына жақтан басталуы мүмкін, немесе мына жаққа дейін созылып кетуі мүмкін, яғни олардың аралықтарын біз дұрыс білуіміз керек. Жаңа айтқанымыздай, П түшесі жүрекшеге жауап береді. Оң жақ жүрекше, сол жақ жүрекше. Яғни оны ұлғаю болса, арнайы қазір көріністер болады, мен оларға тоқталып кетемін. Мына жерде қарыншаларға жауап береді. Оң жақ қарынша және сол жақ қарынша бойынша QRS комплексі, ал Т түшесі
жүректің восстановлениеге жауап береді. Енді бізде ритм деген нәрсе болады. Біз ЭКГ-ға қарағанда бір арнайы алгоритммен оқимыз. Оған тағы да жеке тоқталатын боламын. Осы жерде қысқаша айтып кететін болсам, көзбен қарағанда ритмнің дұрыс екендігін, немесе дұрыс еместігін байқай аламыз. Мына жерде барлығы бірдей. Линейкамен санасақ та немесе көзбен қарасақ та R түсшілердің аралығы бірдей болғандықтан бұл дұрыс ритм деп айтылады. Ал егер де қандай да бір дұрыс емес ритм болған кезде оларды көзбен қарасақ та немесе линейкамен қарасақ та ритмнің бұзылғандығын байқаймыз. Мысалы аритмияда яғни ритмнің дұрыс еместігі деген сөз. Яғни мына жерде қарасаңыз 2,5 ғана клетка, мына жерде қарасақ уже 4,5 клеткаға дейін арасы алшақтаған, бұл ритмнің дұрыс емес, неправильный ритм деп айтылады. Енді тахикардия дегеніміз бар, брадикардия деген бар. Тахикардия жүректің жылдам соғуы, жүрек соғу жиілігінің артуы. 1 минутта мысалға қалыпты деңгейде 60-80 рет соғу керек, нормада отыр. Мысалға, Қазақстанда ЭКГ-ны түсірген кезде 25 және де 50 жылдамдықпен түсіреді. Егер де 25-пен соғатын болса, біз оны 300 деген санды қолданамыз, 50-мен түсірілетін болса, 600 деген сан қолданамыз. Яғни ол қалай? R түсшілердің аралығын санаймыз. 1 клетка, 2 және де 3, 4 клетка, яғни біз 300-ді бөлеміз 4-ке, сол кезде 75 шығады. Бұл дегеніміз норма деп тұр. Жүректің соғу жиілігі 75 норма, Ал тахикардия жүректің жылдам соғу деп жаңа айттық. Жиілеуі, соғу жиілігінің жиілеуі. Мысалға қарайық. Мына жерде 1 клетка, 2 клетка және почти 2,5 клетка, яғни енді бөлеміз. 300-ді бөлеміз 2,5-ға, сол кезде бізде 120 шығады. Тахикардия дегеніміз 90-нан артуы. 90 емес, бұл жерде 120 болғандықтан жүректің соғу жиілігі тахикардия болып тұр. Ал брадикардия дегеніміз нормадан төмен болуы. Жаңа айтқанымыздай 60 пен 80 норма болса, 60-тан төмен болуы бізде брадикардия екенін білдіреді. Мына жерде сурет бізде 25 жылдамдықпен түсірілген, ал 50-мен түсірілетін болса, мыналардың арасы мысалы 4 емес 8 клетка болуы мүмкін. Ол кезде уже 600-ді бөлеміз деген сияқты арнайы формула бойынша қолданатын боламыз, есептейміз. Яғни бұл жерде патологиялық өзгерістер көрсетілген. Жаңа айтқанымыз нормасын білсек, патологияны біз көре аламыз. Яғни бізде жаңа бір суретке тоқталып кетейін. Мына сурет бізде изолиния деп айтылады. Мынау астындағы сызық изолиния, барлық нәрсе изолиния бойымен жүргізіледі. Енді қарасақ, мына жерде изолиниядан жоғарылап кеткен, эстосегментінің жоғарылауы. Эстосегментінің 2 миллиметрден жоғарылауы бізде миокард инфарктісін білдіреді. Сосын Q түсшесі деген нәрсе бар бізде. QRS комплексіндегі өзгеріс жаңа қарыншаға жауап береді деп айттық, Q түсшесі мына ұзын болып кеткен. Қалыптыда Q түсшесі, мына суреттен көрсетейін, Q түсшесінің бойы R түсшесімен салыстырғанда 4-тен 1 бөлігін құрап керек. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік және 4 бөлігін құрап тұр. 4-тен 1 бөлігінің бойымен сәйкес келу керек. Ал Q түсшесіндегі өзгерістер бұл инфаркттың белгілеріне жатады. Дәл осылай, мынау мысалға мысық арқасы деп айтылады. Миокард инфарктісінің эстосегментінің көтерілуімен. Мына жерде қарасақ та патологиялық Q түсшесін байқай аламыз. Енді бұл қарыншадағы өзгерістер болып жатыр. Көбінесе миокард инфаркті болған кезде сол жақ қарыншаның гипертрофиялануы да байқалады. Яғни одан алдыңғы ауруларында бірден миокард инфаркт пайда болмайды, оған дейін жүректе қандай да бір өзгерістерден басталады. Қарыншаның ұлғаюымен атеросклероз, тромбоз пайда болып жатқан кезде арнайы QRS комплексінде ұлғаюлардың көріністері байқалады. Енді Q түсшесі бізде жаңа айтқанымыздай жүрекшеге жауап береді. Жүрекшенің гипертрофиясы болатын болса, міне қарайық, мына жақта оң жақ болады, мына жақ сол жақ болады. Дәл солай. Ал бұл өзгеріске ұшыраған кезде, мысалға оң жақ жүрекше өзгеріске ұшыраса, осылай келесі Q түсшесі, яғни сол жақ жүрекшені бойын бастаса, және өте үлкен тау тәрізді көрініс береді. Мына суретте ЭКГ-да өзгеріс қарайтын болсақ, мына патологиялық Q түсшесін байқаймыз. Ал егер сол жақ жүрекшенің ұлғаюын байқайтын болсақ, ол жердегі екінші П, мынау қарайық, соның өзгеріс байқайды. Мынау оң жақтікі қалыптыда тұр, сол жақ гипертрофия, сол жақ М тәрізді Q түсшесі деп айтылады. Дәл солай біз патология өзгерістерді көре аламыз. Енді келесі, мысалға, QRS комплексінің М тәрізді өзгерісі, мынау блокадалар білінеді. Кез будасының оң жақ және сол жақ аяқшаларында блокадалар болуы мүмкін. Сондай кезде В1 мен В2-ге қараймыз. Бізде айтық және 12 жолақ болады. 12 жолақтың әрқайсына толықтай мән беріп қарауымыз керек. В1 мен В2 жүректі оң жақтан қарайтын болғандықтан
гис будасының оң жақ аяқшасында өзгеріс блокадалар болатын болса, вовер мен в2-де көрініс береді. Ал вовес пен валтыны қарайтын болсақ, вовес пен валттағы м тәрізді r-дің өзгеріске ұшырағандығын байқай аламыз. Міне қарайық. Бұл сол жақтағы пучок гис аяқшаларының, гис будасының сол жақ аяқшаларындағы блокадаларды білдіреді. Мына жерде қарайтын болсақ, дельта тәрізді толқынды байқаймыз. Бұл Поль Паркинсон Уайта синдромы. Осының барлығы патология аурулар, біз нормасын толықтай білетін болсақ, тез арада патологияны анықтай алатын боламыз. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарийға өз ойыңызды білдіре кетуді ұмытпаңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.